Бүгін 10 қараша 2023 жыл Алматы қаласы Бостандық ауданының соты Назым Табылдының бүгін сот үкімі шығу керек. Сол сот ғимаратына сотқа қоғам белсенділері, қоғамдық ұйымдар арасында журналистер де бар, заң саласында қызмет етіп жүрген азаматтар да бар. Жалпы осы істі бақылауға, қолдауға келіп тұрған азаматтар жиналып, бүгін сағат 2:00-де басталу керек еді сот. Бірақ сотты сағат 2:30-ға ауыстырды. Яғни жарты сағатқа кейін шегіндірді. Оның да саяси астары бар деп ұғып отырмыз. Өйткені бүгін сағат 3-те Алматы қаласының үлкен қоғамдық резонансқа айналған әуежай ісі бойынша апелляциялық сот шағымының бүгін нүктесі қойылу керек. Айгерім Төлеужанова, Қалас Нұрпейісовтің тағдыры шешілген тұрған сот. Айта кетейік, олар Айгерім Төлеужанова 4 жылға, Қалас Нұрпейісов 8 жылға, Дәлібаев тағы да 2 азамат 8 жылға қамалған болатын. Сол кісілердің бүгін апелляциялық шағым соты қаралып, шешім шығу керек. Сол 3-те басталады. Соған осы азаматтар үлгермесін, өйткені белсенділердің жоспары бойынша осы сот 2-де басталса, 2:30-да аяқталса, 3-ке таман барамыз, қатысамыз ғой деп ойлаған. Бірақ оған үлгертпейтін сияқты. Одан кейін міне мекеме ғимаратының сыртында қара қоңыздар да келген. Алдыңғы орындықтары жоқтығымен артқы міне толық қара түстіленген ғой. Соның ішінде отыр, және мына жақта бір есік бар. Соның ішіне кіріп шығады. Полиция қызметкерлерінде үйіп әкеп тастаған. Қазір міне сот басталатын уақыт болды, 2:30 болды. Бірақ басында Назым Табылды және оның қорғаушысын ғана кіргізді. Артынша міне шумен журналистердің өздерін біраз осындай талас-тартыстан кіргізді. Енді қазір міне үлкен кісілерді кірсін деп отырмыз. Өйткені сот залында орын болса, неге қолдаушылар кірмеске деп отырмыз. Қалғанымыз жарайды, енді сыймасақ, сырттағы 4-ші зал бар, 2-ші зал. Сыймаған адамдар біз сонда отыруға дайынбыз. Біздің негізгі талабымыз сот процесі қоғамдық тыңдаушыларсыз басталмасын. Сыйғанша халық сыйсын деген талап. Іштегі бос орынға адамдар кіргізген орында міне сол бірмен біздің жүйе айтар күш қолдануды ғана біледі. Әйтсе де қазір ашық сотта іште бос орын бар әлі. Іштен шығып жаңа адвокаттың өзі де айтып тұр, журналистер де айтып тұр, іште орын бар екені жайында. Осылай 2:30-да басталу керек ашық сот, әлі басталған жоқ. Басында міне ішкі саясат және участковыйлар ма, полиция қызметкерлері халықты кіргізбей қойып еді, артынша міне собор шақырып, енді күш қолданбақшы. Сот залы әлі басталған жоқ, адвокаттар және жәбірленуші ол төменде әлі. Экранды қосты ма? Жоқ. Экран қосылды ма? Міне сот залында байқап тұрсыздар, орындар әлі бар. Одан кейін әдеттегіден міне ең соңғы қатардағы орындықтарды алып тастаған. Кемі 10 адам сияды ғой әлі мұнда. Осылай ғимараттың ішіне қара қоңыздарын қаптатуда амандарды. Қазір ғана сот отырысы аяқталды. Өкінішке орай Назым Табылдиеваға 1 жыл 6 ай шектеу және де 5 жыл тыйым салу. Яғни әлеуметтік желілері бар, пост жазу, өзге де түрлі шектеулері бар. Сол эфирді аяқтайын, қайтып бара жатырмыз. Енді Назымның өзімен сұхбат ала алсам алармын, көрерміз. Диванный герой болып, эксперт болып алған жоқпын. Естідіңіздер, барлықтары ақиқат екенін айтылған сөздерімді естідіңіздер ғой. Мен бәрі осы сөзімді, бәрі осындай дүниеде қалам бәрі. Қанша мені осылай шектеу қойыңыздар, бас бостандығынан айырыңыздар, бәрі осындай дүниеде қалам бәрі. Сот отырысы аяқталды. Қазір қолдап келушілер саны аз емес, көп те емес.
баршылық түрлі ұйымдардан журналистер, әртүрлі топтағы азаматтар келді. Назым бостандыққа шықты. Өкінішке орай жаңа естідіңіздер ме, естімедіңіздер ме? 1 жыл 6 ай шектеу, яғни әлеуметтік желілерге кіру, саяси істермен араласпау, және де тағы да 5 жылға пробациялық тізімге ілігіп, 5 жылға саяси процестерге араласуға тыйым салынды. Енді оған қуанып жатқан белсенділер бар, қуанбай жатқандары бар. Былай мен өз басым, мен бүкіл Қазақстан Республикасының азаматы заңға бағыну керек деген ұстанымдамын. Назымның жаңағы прокурорды қара бет тағы басқа деп айтқан сөзі үшін қамағаны мен қоғамның аузын жабыңдар деген сияқты болып есептеледі. Жалған ақпарат деп таныды. Жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуіне кім өзі пікірін білдірген Назым комментар. Ол жерде жаңағы Ресейге бағынышты қылып жатыр деген сияқты пікірлер айтты. Енді заң бәрімізге ортақ болып, Назым қамалған кезде мен Қасым-Жомарт Тоқаевты іске тартылу керек деген пікірдемін. Өйткені ол қаңтар кезінде 6 қаңтарда 20 000 террорист деп ашық айтқан, және ол барлық бақ өкілдеріне тарады, тіпті шетел бақ өкілдеріне тарады ғой. Енді сол 20 000 террорист енді ақиқатқа білмедім мен, ақиқатқа жатпайды ғой, шындыққа жатпайды. Өйткені орада көп 20 000 террорист анықталды ма, олар кімдер, олар егер таппаса Интерполға іздеу салды ма, жариялады ма, ондай нәрсе жоқ қой. Яғни ол жалған ақпарат болып табылды. Және Қазақстан Республикасының бас прокуроры мәжілісте отырып, Имашев Қазақстан Республикасына тыйым салынған ұйымның мүшелері Қалас Нұрпейісов және Төлежановтар деп ашық айтқан болатын. Ол да жалған ақпарат болды, және сот процесі, сот шешім үкімі шықпай тұрып, айыпталушыларды қылмыскерге теңеуге болмайды. Осындай жағдайлар болды ғой. Бір заң тең болса ғой деген наразылық менде. Назым жаңа Қарабет деген сөз үшін, Сұмырай деген сөз үшін айыпталған кезде парламентте кезіндегі халық керек болса Назарбаевтың алдында тізерлесін деп халыққа өктем сөйлеген башқаларда белгілі бір жазалау шарасына тағылу керек еді. Ондай болған жоқ қой біздің елде. Сол жаңа Назым өзі сот процесі аяқталған кезде сол пікірімде қалам. Әлі де сол ойдамын. Егер Қазақстан заңсыз қамайтын азаматтарды, прокурорларды мен әлі де қара бет деп атаймын деді. Назым, әзірге сөйлеуге болады ғой, үкім шыққан жоқ қой. Жаңа полиция қызметкерлеріне айттыңыз ғой, мысалы осы пікірімде қалам деген, сол өкінішке орай микрофон жалғанбай дұрыс жазылмай қапты. Мысалға сіз әлі де сол пікірдесіз ғой. Мысалға Қазақстан белсенділерді, заңсыз қамаған прокурорларды әлі де қара бет деп есептейсіз ғой. Заңға бағынбаған азаматтарды. Әрине, айтылған сөздерім бағана сот залындағы осы кезге дейін әрбір сот процесінде айтылған сөздерім барлығында сол пікірде қаламын, және ойым өзгермейді. Себебі қазір қоғамдағы әділетсіздікті көріп отырмыз, халықтың жан айқайын көріп отырмыз. Халықтың талабымен, халықтың пікірімен билік келіспейді. Себебі билік өзінше бір бөлек, халық өзінше бір бөлек, екі ортада ешқандай көпір жоқ. Осындай белсенділер халықтың жан айқайын билікке жеткізейін десе, билік бәріне тыңдамайды, қудалайды, заңсыз соттайды. Енді білмеймін, енді не айтамын басқа. Билік, заңның барлығы қазір биліктің қолында тұр, қалай орындағысы келсе солай орындайды. Сол үшін мен өзімнің ақиқат жолындағы пікірімде қалам. Апелляциялық шағым бересіз? Апелляциялық шағым жайлы оны адвокатымен келісіп, ақылдасып сөйтіп ойлап көремін. Ол жағын айтамаймын енді әзірге. Көп рахмет, сәттілік. Сіздерге рахмет, үлкен. Мен өзім жеке Бесжан деген азамат ретінде толыққанды пікіріңді қолдаймын, және бұл пікірмен дәп осылай Тоқаевты жазаға тартылу керек. 20 000 террорист деген ақиқатқа санаспайды ғой. Сол үшін жаңадағы бас прокурор Имашев мырза осындай сот процесі аяқталмай тұрып, біздің үзеңгілесіміз Қалас Нұрпейісов пен Айгерім Төлеужанды тыйым салынған ұйымның мүшелері және әуежай ісін басып алды деп кесіп айтқан болатын. Ол да жалған ақпарат болып есептеледі ғой. Сол үшін заң тең болса ғой, мен мына соттан біреу қуанып жатса, мен наразы болып шықтым. Неге Назым қамалған кезде, неге
креслода отырғандар неге қамалған жоқ? Олар да қаңтар кезінде жалған ақпарат таратты ғой. Барлығымыз заңның алдында тең болсақ, сол пікірден көп рахмет, толық ақтал. Иә. Сол осылай сот процесі аяқталды.